Бата бұзып бағы жанбады. Әпкесінің орнына тұрмысқа шыққан қыз туралы. Жалпы, кез келген адам үшін үйлену, тұрмысқа шығу өте жауапты іс қой. Өмірлік серігің кім болады? Қандай адам, не қызмет істейді? Мінезі жайлы ма? Соның бәрін сараптап, саралап, жүрек қалауын тыңдап, ақылға салып барып келісім бересің. Ал менің жағдайымда ондай мүмкіндік болмады. Ұят болады, бізді жерге қарата көрме, деп әке-шешем жалынған соң тұрмысқа шығып кете бардым. Яғни таңдау мүмкіндігі берілген жоқ. Десе де тағдырыма ризамын. Тәуекел еткеніме қарай Құдай да жақсы күйеу берген екен. Туған әпкем алыстау бір құда баламен танысып, екеуі біраз уақыт араласқан екен. Сосын жігіт әпкеме үйленуге ұсыныс білдіреді. Әпкемдікі балалық болды ма, әлде сол кезде шынымен жігітке көңілі ауды ма, әйтеуір ұсынысын қабыл алған. Ол жігітті менің әке-шешемде жақсы таниды. Сүйек жаңғыртатын болдық деп жігіттің әке-шешесі келіп, құдандалы болатынын айтып, екі жақ уәделеседі. Сырға салу, құдалықтың күні белгіленеді. Сөйтіп, ол кісілердің біздің үйге ырғап-жырғап, қоржын дорбаларын әкеліп, үйде ұлан асыр той болған. Жігіттің жеңгелері әпкемнің құлағына сырға салып, болашақ күйеу бала отқа май құйып, құдалар жағы жілік ұстасып, бата беріп, үлкен думанды тойға ұласты. Жігіттің әкесі қыздарыңыздың қалың малы деп, әкеме ақшаны ұстатып, әпкемді әкететін күнді белгілеп, ауылдарына қайтқан еді. Белгіленген күнге тұп-тура бір апта қалғанда әпкем ешкімге ескертпей, ешкіммен ақылдаспай, басқа жігітке тұрмысқа шығып кете барды. Онымен де сөз байласып, кездесіп жүрген ғой сонда. Маған сырға салып қойды дегеніне қарамай, әлгі жігіт алып қашқан ба, әйтеуір өз еркіммен келдім деп хат жазып беріп, оны үйге хабаршылар алып келгенде бірақ білдік. Оны естіген кездегі әке-шешемнің жағдайын айта алмаймын. Бата бұзды, енді менің бетімді көрмесін, есігіме келмесін, деп әкем нала болды. Анам төсек тартып ауырып жатып қалды. Енді құдалардың бетіне қалай қараймыз деп, екеуі абдырап, ақырында мені ортаға алды ғой. Бізді тыңдасаң, әпкеңнің орнына сені ұзатқалы отырмыз. Басқа амалымыз қалмады. Ол кісілермен жегжаттығымыз бар. Екі әулеттің арасы өмір бақи ажырағалы тұр. Басқа кісілерге кесіріміз тиіп кетеді. Менің жүрегім ауырмасын, әкең елге қарабет болмасын десең, әлгі жігітке сені береміз деп, анам жылап отырып алды. Мына сөзді естігенде менің жүрегім тілім болды. Себебі менің де кездесіп жүрген жігітім бар еді. Үйленем, қашан десең сол уақытта сені алам деп жүрген. Мен оған алдымда әлі әпкем бар. Алдымен сол кісі тұрмысқа шықсын деп айтып, уақытты кейін созып жүргенмін. Ал енді мынандай жағдай болды. Таразының бір шетінде әке-шешемнің уайымы мен өтініші, екінші басында сүйген жігітім тұрды. Тез арада таңдау жасап, шешім қабылдауға тура келді. Ойлана келе, әке-шешемнің ұсынысын қабылдадым. Құда балаға не айтамыз? Ол мені алуға көнер ме екен деп сұрадым анамнан. Ол жағын бізге қалдыр. Бәрін өзіміз келістіреміз деп айтты. Сол кезде ол кісілердің нендей мәміле жасағандарын білмеймін. Әйтеуір 2 күн ішінде асығыс киімдерімді қарыштап, төсек орнымды дайындап, белгіленген күні әке-шешем ботадай боздап, мені ұзатып салды. Қазір ойлап отырсам, күйеуімдікі де, менің шешімім де үлкен ерлік болған екен. Мен оның әпкесін ұнаттым, сіңілісі керек емес демеді. Мен де жігітім бар деп айта алмадым. Солай әпкемнің сырға салу рәсімінде көрген жігіттің етегінен ұстадым.
бірақ бақытыма орай ата-енем, келін боп түскен жерім өте жақсы адамдар боп шықты. Күйеуім оқыған, ауылдың мал дәрігері боп істейтін, өте реңді, байсалды азамат. Қазір екеуміз 4 қыз, 1 ұл тауып, 3 қызды ұзаттық. Анам маған барған жеріңе сіңісіп кетші, бізді жерге қаратпашы деп қайта-қайта айтып жіберген. Сол кісілердің жүзін жерге қаратпайын деп барымды салдым. Енді әпкем жайлы айтайын. Ол әлгі жігітпен қашып кеткен соң 2 жылға дейін төркінге келе алмай жүрді. Әкемнің бетімді көрмесін, есігімнен аттамасын дегені бар. Әйтеуір араға адам салып жүріп, бірнеше жыл дегенде араласа бастады. Бір таң қалатыным, күйеуім, міне, біздің үйленгенімізге 30 жыл болды ғой, сенің әпкең деп бір ауыз сөз айтқан емес. Не болса да бәрі ішінде сақтаулы. Мен де көңілдерін ауыртпайын деп ол жайлы жағашпаймын. Біз енді әпкеммен тек жиын тойда ғана көрсеміз. Басқа уақытта сөйлеспейміз де, үйімізге мейман болып бармаймыз да. Той томалақта әпкемнің түріне қараймын. Сонда ішінде бір өкініші барын сезем. Бізге тесіле, қызға да қызғана қарайды. Бекер істедім-ау дегенін көзінен оқып қоям. Себебі ол әлгі жігітпен шын бақытты сезінбеді. 2 ұл, 1 қыз тапты. Бірақ күйеуі араға көп жыл салып, басқа бір әйелге үйленіп кетті. Қазір ол әйелден тағы бір баласы бар екен. Қазақта бата бұзу, қарғыс арқалаумен тең деп жатады ғой. Сол кезде 2 бірдей жігітпен жүріп, балалықпен орны толмас қателікке бой алдырып қойды. Дегенмен соның зардабын тартты, сенген күйеуі басқамен кетіп қалды. Сондықтан әрбір қыз, әрбір жігіт үйлену ісіне үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Отбасын құру ойыншық емес дегім келеді. Ернұр.kz сайтынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.